Жылқы малы үшін сәбіз ең жеңіл тамақ болып саналады. Сәбізден қалдық шықпай 98% қорытылып кетеді. Құрамы А витаминіне толы болғандықтан өте мықты антиоксидант болып табылады. Яғни дене жасушаларының қартаюын тежеп, ағзаны бос радикалдардан қорғайды. Және де сәбіздің құрамында бұлшық еттің тез қайта қалпына келуіне көмектесетін қант бар. Әсіресе қолда шаруаға пайдаланып жүрген жылқыларға күніне кем дегенде 8 орта көлемді сәбіз жеу қажет. Негізінде тәулігіне жылқы малы 2 кг сәбізге дейін жей алады. Ескере кететін жайт, сәбізді берер алдын оны өте мұқият жуып тазалап беріңіздер. Көгерген бұзылған жағдайда ішін өткізіп ауырсынуы мүмкін. Видеоның сапасы үшін кешірім сұраймын. Сапасы жайлы не ойлайсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі видеода қандай көлемде сәбізді беру керектігін саламыз. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.